Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда келе жатқан сайлау туралы өзімнің ойымды айтайын. Біріншіден, бұл партиялық парламенттік реформа бойынша негізі реформа болмай, ешқандай өзгерістерді күтуге болмайды. Негізі қазіргі жаңа конституция бойынша біздің парламент құрылтай деп аталады. Осы құрылтайға біраз жаңа жас адамдар құрылтайға кіреді. Негізі партиялық тізімді қарап жатырмыз. Сол тізімде көбісі жас Қазақстанның азаматтары. Олар өздерінің мамандық бағытта үлкен дәрежеге жетіп, сол қазіргі уақытта партияларға кіріп, келешекте құрылтайға өтеді. Осы біздің құрылтай келешекте жақсы өзгерістерді заңнан бастап өткізеді. Осы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дұрыс жасап жатыр. Осы заң жағынан мемлекет органын басқарып жатқан жас адамдар, олар келешекте барлық біздің мемлекетіміздің дамуы үшін жұмысты атқарады. Соған мен сенімдімін. Келесі 23 тамызда мен өзім, менің отбасым осы сайлауға қатысамыз. Ең мықты, ең жақсы партияға дауысымызды береміз. Негізі біз бармасақ, біз өзіміздің конституциялық борышымды атқармаймыз. Сонымен әр адам өз конституциялық борышты атқаруға мәжбүр. Негізі біз бармасақ, ешқандай өзгерістерге күтуге болмайды. Негізі барлық өзгерістер өзінен бастауға керек. Біз өзіміз өзгерсек, барлық отбасылары өзгереді, мемлекет өзгереді. Соған мен сенімдімін. Сонымен сайлау орнына барып, 23 тамызда өзімнің дауысын мен беремін. Құрметті қазақ елі, тек қана бейбітшілік уақытында мемлекетте жақсы өзгерістерді өткізуге болады. Ешқандай майдан, ешқандай соғыс жақсылыққа әкелмейді. Менің ойым сондай. Құрметті қазақ елі, менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.